Балалар, мына еш уақытта мына жерде бөлімдегі сандарды көбейтпеңдер балалар мына. Мына көбейтіп жүретін болсаңыз, сендер ортақ бөлім беруге өте қиын болады сендерге. Бағасы 2600 теңге заттың арзандатылғаннан кейінгі бағасы 2210 теңге болды. Зат неше процентке арзандатылған анықтаңыз дейді. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, бүгін сіздермен біргелікте мат сабақтың бір нұсқасын талдайтын боламыз. Сабақ басталмай тұрып, видеоға лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, және де егер тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойып ұмытпаңыздар. Ал біз сабақ бастаймыз балалар. Бірінші есебіміз М үшбұрыш N дейді. N үшбұрыш міне. Бізде мына өрнек беремін, N М. Енді мына жерде N-нің орнына 7 тұрып жетеді. 7-ні қоямыз. М-нің орнына 2-ні қоямыз. Қазақша тану орнына. Дәл сол мына 7, 2-ні. Мен осы есеп шығарсаңыздар балалар, мына өрнекті мән таба алады екенбіз, балалар. Енді бастамасы оңай есептен басталады екен. 7 міне 3 бұрыш бар, неде 3 бұрыш қояйық. Міне 2 ол тең. Так, сонда бірінші ақшамыз 7 алу 2 болады екен. Азайту бар. Көбейтілген 7 қосу 2. Тоқтап жөндеп жіберейін қазір. Мына жерде 7 алу 2 балалар. Бірінші жақша азайды ғой. 7 азайтылған 2 міне. 7-ге азайтсақ біз 5 болады, көбейтілген қоссақ 9. 5 9 45 болады бізде міне. Бұл жауабымыз не? В варианты болады. Енді біріншісі оңай екен болады. Енді бұл жерде амалдарды есептеп білуіңіз керек, және орнына қоюды білуіңіз керек. Әріптің орнына сан қою деген сияқты. Келесі. Егер 2а минус 5в тең 7с болса, 3а минус 7,2-ден 1 в орнының мәніне тең дейді. Енді бұл есепті балалар қалай шығарамыз? Бірінші мына жазып алайық міне. 2а минус 5в тең болады. Неге? 7с дейді. Енді мен не істеймін? Бөлшектің теңдіктің екі жағында мен 2-ден 3-ге көбейтіп жіберемін балалар. Көбейтсем. Мынауын көбейтсем 2-ден 3-ті. 2а көбейтілген 2-ден 3. Азайды ол. 5в көбейтілген 2-ден 3. Тең болады 7с көбейтілген 2-ден 3. Деме үшеуіне де көбейттім балалар. Енді мына жерде қараңыздар. Мына 2-ме қысап кетеді. Сонда 3-а қалмай ма? Мына 15 3-ке көбейеді. 15 3-ке көбейген кезде 5 3-ке көбейеді деген балалар. Қателестім. Жауап 15 болады. 5-ке 3 көбейтсең 15 болады, 15 болады. Тең. Енді мына 73 көбейеді. 21 бөлінге 2 болады. С. Енді 3-а тұра береді балалар мына жерде. Мына араласынан ауыстырalım. 15-ті бөлемін 2-ге 7-тен береміз, 14 болады. Қалдық бір қалады. Демек, мына бұрыс бөлшекті араласынан ауыстырған кезде 7,2-ден 1 болады. Ал енді мына жерде 21 бөлінген 2. 2-ден береміз, 1 болады, 2. Азайтамыз. Бұл жерде 0 қалдырмайды. Мына бір тап келеміз. 0 бар, 0 үшін 0-ді береміз. Міне тоқта балдар. Не 0 1 ғой балдар. Себебі қалдық 1 қалады ғой міне. 1 қалады. Демек жерде қалдырған 1 болады. Не қалдық 1 қалады. Енді болды қалдық 1. 10,2-ден 1 болады. Мынауымыз не? Мінекей. С. Не бұл вариант? Д вариант болады балдар міне. Демек, 2-де 1 жағын көбейткен кезде, мына 1 жағын көбейткен кезде, мына орнына шығады ол. Демек, бізде 7-дің 1 жағын көбейтсек 10 жарым болады деген сияқты міне. 10 жарым деген. Енді түсінікті болды деп ойлаймын мен балалар енді. Демек, орнық түрлендіру арқылы біз таптық біз олар. Келесі. Сұрақ белгінің орнындағы санды табыңыз дейді балалар. Жарайды. Енді бұл жерде қандай заңдылық бар дейді балалар. Бұл жерде қандай заңдылық? Бұл жерде 2 мен 5, 25 деген. 2-ні көбейтемін 5-ке, қосамын. 4 пен 7 бар. 4-ке 7-ні көбейтсем, Соғым. Демек, адам 10 шығады, мынадан 28 шығады. 2-ін қоссақ бізге 38 бермей ма? Мінекей. Көрінді ғой? Цифрларын қосынсыздан, цифрлары көбейтеміз бір-біріне. Сол шыққан мәндерін бір-біріне қосамыз деген сияқты міне. Дәл сол сияқты міне 6 мен 7, 67. 6 көбейтілген 7 қосылған 55, 5 көбейтілген 5. Мынадан не шығады? 42 шығады. Мынадан 25. Ал 25-ке 42-ні қосса қанша болады? Бұл болады
67 болмай ма? 67. Қосып көрдім міне 42, 25, мынау 7 болады, мынау 6, 67 болады. Міне беріп мінекей. Не мына береді? Енді міне сұраған нәрсеміз табамыз. 85 деген 8 көбейту 5, мынау 7. 7 көбейтілген 8, 78. Да, мынау 40 болады, я? Мынау қанша? 56. Қоссақ 96-ны бермей ма? Міне біздің сұраған нәрсеміз Д вариант 96 болады екен балалар міне. Міне осылай. Әр қайсының цифрларын көбейтіп, ортадағы үш бұрышының орнына қосу қойсаңыздар, иә? Сонда ана теңнен кейінгі мәні шығады міне. 38, 67, 96 деген сандар. Да, ереже түсінікті деп ойлаймын, иә? Келесі тапсырмамыз. Ал енді мына жерде қосылудың мәні дейді. Балалар, мына еш уақытта мына жерде бөлімдегі сандарды көбейтпеңдер балалар мына. Мына көбейтіп жүретін болсаңыз, сен ортақ бөлім беруге өте қиын болады сендерге. Жақсы. Белгіні жазып алайым не? Бөлімінде 3 көбейту 5, алымда 2, плюс 2 бөлінген 5 көбейту 7, плюс қараңыздар. 2 бөлінген 7 көбейтілген 9, қосылған соңғысы 9 көбейту 11 бөлімінде. Міне 2. Енді қараңыздар балдар. Әрқайсысы 2 қадамнан, байқадыңдар ма? 2 қадамнан. 2 қадамнан. Демек, 3-тен 1-ді азайтамын, 5-тен 2-ні. Мен мұнан 2 ажыратып жаздым балдар міне. Азайтып көреміз не? 1 балдар 1. Да 3-тен 1-ге азайтамыз, 5-тен 1-ді. Ол міндетті мұнаны береді ма бізге? Не азайтып көреміз? 3-тен 1 азайтылған 5-тен 1. Мұнан 5-тен береміз, мұнан 3-тен береміз, ә? Осылай емес пе? Сонда бөлшектің алымы 5 алу 3 болады да, бөлімі 2-ні көбейтінсің ғой міне, 3 көбейту 5. 2 бөлінген 15 немесе 3 көбейту 5. Мен мұнан беріп тұрмаған. Мұнан беріп тұрдым. Барлығы 2 ажыратып жібердім. Қосылған. Мен мұнан жазып болдым міне, 2. Енді мұнан жазамын міне. 5-тен 1 азайтылған 7-ден 1 мінекей. Мұнан жазып отыр мінекей. Мұна 2-ні азайтса маған мұнаны береді балалар. Осыны береді. Кетті енді. Енді мұнаған келді. Қосу 7-ден 1 азайтылған 9-дан 1. Ол маған мұнаны береді бөлшекті міне. Ортақ бөлім беріп азайтқан кезде. Қосу ең соңғы орнымыз не? Мінекей. 9-дан 1 азайтылған 11-ден 1. Ол екен ортақ бөлім азайтса, ол міндетті мұнаны береді балалар. Мінекей. Бұл жерде қысқарады ма? 5-тен 1 мен 5-тен 1 қысқарады. 7-тен 1 мен 7-тен 1 қысқарып кетеді. 9-дан 1 мен 9-дан 1 қысқарады. Қарама қарсыдан балалар олар. Ең соңында не қалды бізде? 3-тен 1 азайтылған 11-ден 1 міне. Демек, осы 2 өрнекті азайтатын болсақ, біз мұна үлкен өрнектің мәнін табады екенбіз балалар. Мұна 11-ден береміз. Қарама, жайсаңдар бір-бірінен. Мұна 3-тен береміз. Сонда 33 болады бөлімі. Мұна 11 болады алымы. Азайтылған. Мұна 3 болады, мұна 33 болады. 2 азайтылған бөлім 33 тұрар бердік. 11-ге азайтылып 3-те. Ол 8 болады. Міне 33-тен 8 деген жауапты аламыз балалар міне. Міне бұл деген С вариант болады балалар міне. Сендер егер мына жерден барлығын жеке-жеке былай ортақ бөлім беретін болсаңыздар, сендер үлкен санға айналып кетеді. Немесе қиындап кетеді. Қателесіп кетуіңіз мүмкін. Бұның оңай жолдары балалар. Оңай жолмен шығармай оңай болады сондай. Так, келесі. 5-ші есеміз. Бағасы 2600 теңге заттың арзандатылғаннан кейінгі бағасы 2210 теңге болды. Зат неше процентке арзандатылған анықтаңыз дейді. Жарайды. Енді бұл жерде мынандай міне. Бізде мына бастапқыда 2600 теңгеде арзандаған басы мына 2010 азайтамыз. Қанша теңгеге арзандаған табылып жүрек. Калькулятор азайтып жіберің, қазір уақыттан тұрмайын. Қараңыздар міне. 2600 азайту 2210 теңге міне. Демек 390 теңгеге арзандаған екен, 390 теңге. 390 теңге болады. Мінекей. Жарайды. Енді осы 390 теңгені бөлемін 2600 теңгені бастапқы бағаны. Соны көбейтемін 100%-ға. Сонда бізде не шығады? Арзандатылған пайыз шығады балдар. Арзандатылған пайыз. Енді мына 2-ні қысат жіберім. 2600-ге бөлсең 20 шықты ғой. Сонда не шықты бізде? 390-ды бөлемін 26-ға. Сол пайыз болады балдар. Бөлетін болсақ, мына жерден 1-ден береміз.
Так, міне 390-ды бөлемін 26-ға. Бұлай да бөліп беремін балар, 390. Бірден береміз 26 болады, 13 қалдық қалады, 0 алып келеміз. Бұл жерде 5-тен береміз. Сонда мынау 30, 13 болады. Демек 15%-ға арзандатылған деген балар біздің жауабымыз. Міне вариант С вариант болады балар, міне. Түсінікті ойлаймын, азайтып аламыз соны. Кейін сол азындағы мына 390 шықты бізде. 390-ды 2600-ға бөліп 100-ге бөлсеңдер, міне мына 15% деген жауап шығады балдар. Осылай үйренесіздер бала. Оңай жолдар бар. Так, келесі. Кездейсоқ алынған екі таңбалы санның жай сан болу ықтималдығын анықтаңыз. Демек біз жай сандардың тізімін жазайықшы. Қанша сан бар? Соны тауып алайық бірінші ең алдымен. Так, екі таңбалы сан бізде 11-ден басталады жай сан. Бізде жай сан дегеніміз бірге және өзіне бөлінетін сандар. Немесе мынандай. Бөлгіштер 2 болған. 2 сандар. 2-ні арып кетсе, ол құрама сан көреді балдар. Демек 11 бірге бөлінеді және 11-дің өзіне бөлінеді. Кетті оны. Одан кейін 13 деген санымыз бар. Кейінгісі 17, 15 кірмейді балдар. 15 3-ге 5-ге бөлінеді. Бөлгіші көйіп кетеді. 17-ден кейін 19, 23, жай сандардың тізімі балдар бұлан. 24, 25, 20 кірмейді, 26, 29 мекен. Кем дегенде 2 болын. Так, келесі. 31, 33 кірмейді, 37 кірмейді, 37 кірмейді. 30 кірмейді балдар. 41, 43, 45, 47 кіреді. 49 кірмейді балдар. 51 кірмейді, 53 кіреді. 53, 59 кіреді, 57 кірмейді балдар. 61, 63, 65, 67 балдар. Одан кейін 71, 73, 75, 77, 79. Одан кейінгісі жай сандар тізімді қарап алсаңдар болады. 81 кірмейді, 83 кіреді, 83 болады. 85, 87 кірмейді, 89 жай сан. 91 кірмейді, 93 де кірмейді, 97 бола ма? 91, 92, 93, 94, 95, 97 ма? Негіз 2 болу, тағы бұсаңғы бұты. 91, 13-ке бөлінеді. 92, 90, 93, 3-ке бөлінеді, 95, 5-ке, 97. Болды деп ойлаймын. 99 кірмейді бар. 91 кірмейді, 92, 93, 93-ке бөлінеді, 94, 95, 96, 97. Болды. Не санаймыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 балдар. 21. Кездейсоқ алынған екі таңбалы сандардың жай сан болу ықтималдығын табыңыз. 21 болды. Ал екі таңбалы сандар неше барлығы? 10-нан бастап 99-ға дейін сандар ғой міне. Оның барлығы неше сан бар? 90 сан бар балдар. Демек 21-ді бөлеміз 90-ға. Сатамыз 3-ке. Мынау 7, мынау 30 болады. Сонда 30-дан 7 деген сандаламыздың жауабы. Қай вариант болып тұрған? 37 не? В вариант балар міне. Мінекей. Міне осындай балар оңай. Жай сандарды жақсы үйреніп балар. Кейінгісі. 7-ші. Диаграммада Нұрланның 4 айда тапсырған байқау сынағының ұпайлары көрсетілген. Оның 4 айдағы орташа ұпай санын анықтаңыз дейді. Орташа деген. Демек, бәрін қос 4-ке бөлмейміз ба? Солай ғой. Демек, қараң, орташа ұпай деген. 60-ты қосамын 70-ке, қосамын 75, қосамыз 90. Демек, барлық 4-те ғой 4 ай. Мінекей, 4-ке бөлеміз. Енді тікелей есептейікші. 60 қосылған 70, уақытын алып тұрмайыншы балар. 75 қосу 90 мінекей. Демек, бәрін қосқан кезде біз неше болды бізде? 295 болды екен. 295 бөлеміз 4-ке. Бөліп 4-ке. Сонда ол 73 бүтін 100-ден 75. Вариант бар ма? Міне, да, варианты бар екен балар. Қосып 4-ке бөлесіз. 4 айда да балар. Өзі айтып қойдың, 4 ай. 4 айын қосып 4-ке бөлеген сөз артына. Келесі. Қараңыздар міне. Суретте берілген тікбұрыштың периметрі 36. Неміне ішінде тұрған не? Оның ішінде тұрған периметр не? П тең
36. Ені ұзындығынан 6-ға кем дейді. Демін жерде А болатын болса, мұны жағы А үлкен жағы плюс 6 болады. 6-ға кем қойын бұл жерде. 6-ға артық болады да жерде. Боялған бөліктің периметрінің қосындысын табыңыздар дейді. Демек, мына периметр тауып аламыз, 3-1-тің. Екінші мына периметр тауып аламыз. Сол екеуін қосып жібереміз содан. Жақсы. Бізде мына аны тауып алайық. Аны тапсақ, біз мына нені тауып аламыз. 3-1-тің бір қатетін табамыз деген сияқты. Араға Пифагор пайдаланамыз деген сияқты. Да, тіктөртбұрышта периметр қандай болады еді? 2 көбейтілген А плюс В емес пе бізде? Бізде Аның орнында міне, А бізде Аға тең, В А плюс 6-ға тең. Сол сияқты да орнына қойып біздеге. А. Так, 2 көбейтілген А плюс 6, міне 6-ға артық қойды өзіне. 6-ға өзі жазып қойды міне. Ол тең болады 36-ға. Да, мына 2-ні 36-ға бөліп жібереміз. Мынадан 2А болады, 2А плюс 6 жақшаңызшы. А мына 2-ні 36-ға бөліп жіберіңдер мына. Бөлсең соны 18 болады. 2А тең болады, 18 азайтамыз 6-ға мына қосу 6 еді, мына жақ азайтып 6 болады. 2А тең болады 12, 18 6. А неге тең 2 бөліп жіберсек 6 болады. Демек 6-ға тең болады мынау. Мына жер 6-ға тең. А мына жерде биігі 12 болды мына жағы міне. Сол 6 плюс 6 ғой міне. 6 плюс 6 бұл 12 болады мына жағы. Мына 12. Жақсы, мына жер 5, мына жер 12. Пифагор табамыз. Мына тауып аламыз мына жерді. Мына жер тауып аламыз. Бұны не деп белгілесі болады? X деп алайықшы. X тең. Түп астында 5-тің квадраты плюс 12-нің квадраты. Да, 5 квадрат 25, 12-нің 134 болады. Екеуін қоссақ 169 түп асты. 169-дан бізде 13 шығады. Не мына жер 13 екен балдар міне. 5, 12, міне 13. Соны тауып алайықшы периметріне. 3 бірінші деп қояқшы. 5 қосу 12 қосылған 13. Мына екеуі бізде 25, 30 болады міне. Демек бірінші 3-тің периметр таптық міне 30. Мына жағы 30-ға тең міне. Бірінші. Қазір соны қосамыз міне. Кәді. Демек мына бірінші шығып кетті. Енді мынаны тауып аламыз енді. Мына жер 9, мына жағы 12, мынаны тауып аламыз. Y тауып алайықшы енді. Y тең. Түбір астында 9-дың квадраты қосылған 12-нің квадраты. Так. 9-дығы 81 болады, плюс 144. Екеуін қосатын болсақ, бізде не болады? 225 болады түбір астында. Одан 15 шығады деген сөз. Демек мына жер 15 балдар міне, 15. Бізде 9-ды қосамыз, 12-ні қосамыз, және 15 қосамыз. Сонда екінші 3-1-тің периметр шығады. Міне жазып қойын. 3-1-2 деп қояқшы. 9 қосу 12 плюс 15. Жақсы. Бізде мынау 9 мен 15, 24 болады қоссаң, 12-ні қоссаң 36 болады. Жалпы 36-ға тең болады балдар. 36 болады, қателеспесем. Дұрыс 36 болады. Енді мына жерде 30-ға 36-ны қосып жіберетін болса, бізде 66 деген саным шығады. 66 бар ма? Д вариантта бар екен балдар мінекей. Бұл жерде қараңдар, тіктөртбұрыштың периметрі және 3-бұрыштың, тікбұрыш 3-бұрыштың Пифагор теоремасын қолданып, оның периметр таптық деген сияқты. Келесі. 7 оқулықты 2 оқушыға біреу кем дегенде бір кітап алатындай етіп неше тәсілмен үлестіруге болады. Да, бұл мынандай болады бұлар. Мына 2-ні аламыз. 2 оқушыға бізде. Оқушы саны 2. Кітап саны 7. Так, жөнде жөне аз. Да, қараңыздар балдар. Оқушы саны 2 ма? Кітап саны, оқулық саны 7. 7 дәрежесі. Біреу кем дегенде бір кітап алатындай. Демек, бұл жерде 2 оқушыға 2-ні азайтамыз балдар. Мына шығарсақ бұл жауап шықты балдар. Да, 2-ның 7 дәрежесі 128 болады. Азайтамыз 2-ге ол тең болады 126 деген болады балдар. Мен шығар жол білін. 126 мына болды. Оңай балдар, бұнда есептер. Да, түсінікті болса, мен келесі тасымау деймін балдар. Соңғы. Егер кірпіштің өлшемі, мына кірпіштің өлшемі 25 сантиметр, 12 сантиметр, 8 сантиметр. 3 өлшем бар ғой. Ені, ұзыны және биіктігі. Мысалы үшін кірпіштің мысалы үшін кірпіштің. Бұлай саламыз. Салсақ кішкене сәл. Сәл ұқсады кішкене. Сәл биігіде мындай болады. Кірпіш. Сәл биіктеу. Бұлай келеді. Сәл ұқсады ма? Да, енді бұл жерде 25 сантиметр мына жақта. Ені бұл жерде
қайсысын алайық? Биіктігі, биіктігі 8 бола ма? Мына жағы 12 болады да міне. Бұл сантиметр ана. Бізде мына жерде метрін берілген. Боялған болатын бөлмеге қанша кірпіш сыйғызуға болады дейдім. Бұлар екеуінің де көлемдерін есептейміз балар, көлемдері. Бірақ ең алдымен мынаны есептейміз. Үшеуін метрге ауыстырамыз. Демек 25 сантиметр дегеніміз ол 0,25 болады метр. 100-ге бөлеміз ғой, себебі 1 метрде 100 сантиметр болады. 12 сантиметр аламыз. Ол 0,12 метр болады. Біз метрге, себебі бөлме бізде метрмен белгілі болады. Соның үшін метрге ауыстырып жатырмын. 8 сантиметріміз. Демек 8 100-ге бөлетін болса, 0,8 сантиметр метр болады деген. Мені осы үшеуін көбейтеміз балдар міне. Бізде көлем керек. Көлем 0,25 көбейту 0,12 көбейтілген 0,8. Осы үшеуін көбейтеміз балдар. Есептеу керек әне. 0,25 көбейту 0,12 көбейтілген 0,8. Демек көбейтісі не болды? 0,1024 метр куб болады. Бізге керек осы. Ал мына үшеуін көбейтеміз мына жерде. 8 метр, мына көлемін екінші, екі тапқаншы. 8 метр көбейтілген, мына метрмен берген ол. 0,6 метр көбейтілген 6 метр. Осы үшеуін көбейтеміз. Мына ваварда қоямын, бірінші көлем. 8 көбейту 0,6 көбейтілген 6. Бұл болады 28,8 метр куб болады. Енді бізде әнді балақ, қанша кірпіш кетеді сұрап отыр ғой. Сонда біз V2-ні бөлеміз V1-ге. Көлемдерін бөлеміз сонда. 28,8 бөлімінде 0,1024. Жақсы. Мына жерде үтірден кейін 4 ма? 24 4. Мына жаздайық. Бұлай. Мынадан біреу бар. Үшеу жетпейді. Сонда 28, 288 алыңыз, үшеуін үшінен қосып жіберіңіз. Үшеу жетпейді ғой. Өтірден кейін мына біреу бар. Үшеу жетпейді мына жаққа. Үшеуінен үшінен қоясыңдар. Енді екеуін бөлінген. Екеуін бөлетін болсақ, мысалы үшін міне. Демек 12.000 кірпіш кетеді. 12.000 штук. 12.000 деген бар ма? Жоқ, міне С байланып болады. Мінекей. Так, жақсы. Енді соңғы есебіміз оны есеп. Демек матсауаты бар, есеп бәрі бітті. Егер де видео ұнаған болса лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Егер тіркелмеген болса тіркелуді ұмытпаңыздар балдар. ОБТ-да сәттілік тілеймін сіздерге. Сау болыңыздар.